Мына Тимур деген жігіт қай қаладан келіп отырсыз? Жаңаөзен деген қаладан келіп отыр. Тоже бізден бағана ротор, центрифугадан келіп отыр. Мына айттық қой бағана, ротор деген 380 болу керек, ауыр болу керек, жылдам айналу керек деген сияқты, оның бәрі енді видео характеристикасы бар. Просто өзіңіз көтеріп қойыңызшы. Ротор неғұрлым ауыр болса, соғұрлым жақсы болады. Көтеріп қойыңызшы. Бұл щеткасыз еще. Щеткамен болса, одан да ауыр болады. Ауыр екен, иә. Қанша килограмм деп ойлайсыз примерно? Ойыңызша. Мұны деген енді где-то шамамен. Енді бір мешек оны 50 килограмм болса, мынау қанша килограмм деп ойлайсыз? Сонда ойым, сәл кішкене. Мешоктан кішкене енді жеңілдеуде енді сол жолға жалып. Мен сізге айтайын, мынау 52 килограмм. Мынау ма? Иә, щетка 4 килограмм, қосқан кезде 56 килограмм болады. Или мына стап көтергенге ыңғайлы болып тұрасың ба? Мына роторды алған кезде көбісі мән бермейді ауырлығына. Неге? Өйткені жаңадан бастап атқандар ойлайды, ротордың аты ротор болса болды деп. Бұл жерде бағана мотор 1,5 киловатт болу керек, мына редуктор 1 минутына 194 немесе 200-ге жуық айналу керек, корпус 4 мм болу керек, салмағы 56 килограмм болу керек, кабельдің ішінде бағана 5-6 сым болу керек деген сияқты. Бұған көбісі мән бермейді. Сосын барып бізге көбісі ренжиді, неге қымбат сатып жатсыңдар деп. Осын бәрін түсіндіріп жатсаң, жағадан ашылып жатқан адам, оған ол бәрібір. Аты ротор болса болды. Бағана қалған характеристикаға қарамайды. Ал енді мына салмақ өте басты мәселе. Неге ротордың бағана неғұрлым бағана қатты басатын болса, огородта жұмыс істеген кезде бақшада неғұрлым бағана күректі жерге көп тығатын болсақ, қатты басатын болсақ, ауыр басатын болсақ, топырақты соғұрлым көп алып көп тез аударамыз деген сияқты. Сол сияқты. Енді мотордың, редуктордың мощный болуы, мен сізге айтайын, біздегі Қазақстандағы кілемдер 90-95% синтетикалық кілемдер. Сол синтетикалық кілемдер неғұрлым қатты щеткамен жуатын болсақ, мысалы щеткамыздың біреуін ашып көрсетсем сізге, соғұрлым бағана кілем жақсы жуылады. Ал енді қатты щетканы айналдыратын мықты редуктор болу керек. Мына редуктор. Бұл енді машинаның бағана коробкасы деген сөзі ғой. Ал енді редукторды айналдыратын мощный мотор 1,5 киловатт болу керек. Міне, көрдіңіз ба? Ал енді сіз жұмсақ щетка қоятын болсаңыз, кілеміңіз дұрыс жуылмайды. Қатты щетка салатын болсаңыз, редукторыңыз, моторыңыз слабый болса, ол күйіп кетеді. Нагрузканы көтеремей қалады. Міне, осы видеоны көріп жатқан жігіттер, кәсіпкерлер түсіну керек, неліктен біз бағана бұны басқалар өзіміздің бәсекелестерге қарағанда не үшін қымбатырақ сатып жатырық. Сосын қымбат сатқанмен де қазір мына видеода акцент айта кетейін, бағана бір роторды алғандарға қасына 60 килограммдық өзіміздің ең мықты отандық өнім Актив F7 деген шампунымызды тегін беріп жатырық. Тегін беріп жатырық. Бағана щеткамды көрсете кетсем сізге, 1 минут. Қатты щеткаларымыз. Енді көп видеолар түсірдік ол жайлы. Ол жайлы көп видео түсірдік, оны да қоссақ болады. Мына жерде мысалы, мынау қанша микрон екен мына щеткамыз мысалы. Мына 100 микрондық щетка. Мына сақ болыңызшы өзіңіз. Шығарыңыз мынаны. Мына щетканы қалай тексереді? Жерге қоясыз. Қараңыз. Бұлай ма? Жоқ, олай емес. Төңкеріп, иә. Енді алақаныңызды мына жерге қойыңыз. Алақаныңызды қойдыңыз ғой. Енді алдыға қарай итеріңіз. Алақаныңызбен. Жоқ, алғанды кішкене бері қарай қойыңыз, мына жерге. Енді бері қарай итеріп қойыңыз. Қатты ма, жұмсақ па? Мынау несі ме? Мынау 100 микрон. Қалай, Тимур, қатты ма, жұмсақ па? Қатты екен. Неғұрлым қатты болатын болса, Тимур, соғұрлым бағана синтетикалық кремдер жақсы болады. Бағана түгі дейміз ғой, ворсы дейміз ғой, тапталып қалған ворсы жақсылап көтеріп, үлбіретіп, кремді тап-таза қылып шығарады. Сосын бағана тапталып қалған түкті, ворсты неғұрлым жақсы көтеретін болсақ, сол кілем соғұрлым бағана свежий бағана вид болады да. Несін көтереді екен. Сөйтіп көтереді. Міне, сол үшін айтып отқан бағана роторымыз негізі Түркияда жасалады, бірақ Қазақстанға келген кезде міне өсіп бағана келеді. Сосын барып біз өзіміздің қазақ жігіттеріміз осы жерде бағана тек қана жинаймыз, болды, производство емес. Осыны көрдіңіз, ручкасы бөлек, дөңгелегі бөлек, корпусы бөлек деген сияқты. Корпусын өзің көтеріп көресіз бе? Ауырлығын. 4 мм нержавейка бағана 304 деген класстан жасалған. Ауыр, көрдіңіз бе? Бұны 3 мм-ден де жасауымызға болады. Біздің бәсекелес, біздің конкуренттер сияқты бағасы арзан болатын еді. Бірақ ротордың салмағы жеңіл болып қалатын еді. Сондықтан біз бұны ақшаны аямай, материалды аямай 4 мм-ден жасап жатырық. Көбісі бағана бізге айтады, сендердің роторлар неге қымбат деп. Осыны айтып түсіндіре алмаймыз көбіне. Неге қымбат дейді.
арзанға сататын болсам, онда мен де мына жерден ана жерден ұрлауым керекпін да. Материалдан ұрлауым керекпін, сападан ұрлауым керекпін. Әр жерден экономить етуім керекпін. Қалың болған үшін сосын не болады? Енді әрине бұл енді нержавейка деген кәдімгі темірге қарағанда 4 есе 5 есе қымбат металл. Нержавейка деген шермейтін. Кәдімгі қара темір, мысалы, мына темірмен салыстыратын болсақ, мына қара темір ғой әшейін. Бұмен салыстырғанда мынаның бағана 1 тоннасы, мысалға айтайық, 1 тоннасы мына темірдің $1000 болатын болса, мынаның 1 тоннасы бағана $4000-5000. Еще бұның жұмысы бар тағы да. Мына мен жұмыс істейтін ұстаның айлығы бөлек болады. Мына нержавейкамен жұмыс істеген ұстаның айлығы бөлек болады. Нержавейкамен жұмыс істейтін ұста басқа, қара темірмен жұмыс істейтін ұста бөлек. Сондықтан мына видеоның мағынасы, роторымыз неге қымбат? Ротор таңдаған кезде, осы характеристика, қазақша айтқан кезде, техникалық сипаттамаларға мән беру керек. Осылай, жақсы, рахмет, Тимур. Мына біз бір жерде тұрмаймыз, негізі. Тимур, мынау бұрынғы өзіміздің ротор, бұрынғы өзімізге, ешкім жамандап жатқан жоқпыз, мына ротор жұмба. Бұрынғы роторымыздың бағана сабы, қолы. Мына көрдіңіз ба? Бұл да нержавейка. Шермейді, бұл да нержавейка, шермейді. Ал енді мынау қазір жаңадан шығарып жатқанымыз, қараңыз. Ауырлығын қараңыз. Сапасын қараңыз. Көрдіңіз ба? Мынау кішкене салмақты екен. Салмақты, әрі майыспайды. Көбісі білет, кезінде де осыны саттық қой енді, кезінде де. Енді қараңыз, үндемей-ақ осы ручканы салып сата беруге болатын еді, арзанға түседі еді. Неге? Өйткені салмағы жеңіл болған соң металды да аз кетеді болған. Бірақ біз өйткен жоқпыз. Оданша бір 4-5 мың теңгеге қымбатырақ сатайық, бірақ роторымыз сапалы болсын, мықты болсын, мощный болсын, ауыр болсын деп, мына осындай қосымша көп нәрсе. Тек қана мен ручкадан мысал беріп отырмын ғой, тек қана саптан ғана мысал беріп отырмын. Ал енді ана бұрынғы ротормен қазіргі роторымыз жермен көктей. Бұрынғы роторымыз мысалы көбісі білет, бұрында кезінде осыдан бізден 4-5 жыл бұрын алғандар, мына жері мына сваркіленген болатын. Мына жері. Мынау юбка дейміз ғой. Осы жері бөлек болатын, соны сваркілеп, одан кейін полировка жасайтын. Кейіннен мысалы удар білінсе болған кезде мына жерлері жоқ, майыспайды. Трещина беретін де, мына жерлері әдемі болмайтын. Кейіннен мына сковородканың немесе қазанның несі сияқты, түбі сияқты, бұл толығымен бағана монолит мынау. Бұл бағана 9-шы дәрежеден лақтырсаң да ештеңе қалмайды. Көрдіңіз ба? Мына осындай бағана біз бір жерде тұрмаймыз. Роторымыздың бағасы қымбаттаса қымбаттай берсін. Алмайтын адам енді алмасын, түсіндіре алмайтынға енді түсіндіре алмайтын шығармыз. Бірақ сапамыз мықты болсын. Сондықтан бағана бір жетістікте біз тоқтап тұрмаймыз. Ары қарай дамудың бағана амалын жасаймыз.